Қайырлы күн, бүгін сіздерге өте бір қызық тақырыпта әңгіме қозғағым келіп отыр, яғни Шыңғыс хан және де Ақсақ Темір жайында. Екі қолбасшының қайсысы мықты деген сұрақ туындайды. Әрине екеуі де өз заманының мықты қолбасшылары болды ғой енді. Дегенмен де салыстырмалы түрде бір-бірінен ерекшеленетін тұстары бар. Егер біз Шыңғыс хан туралы айтатын болсақ, әрине біздің көз алдымызға алып бір аймақты басып алған мықты даңқты билеуші ретінде көз алдымызға келеді, бірақ Ақсақ Темірдің де өзіндік бір ерекшеліктері болды. Яғни Шыңғыс ханды сіздер білесіздер, жарты әлемді басып алған билеуші, және де 1206 жылдан бастап 1227 жылға дейінгі уақыт аралығында билік еткен болатын. Ал Ақсақ Темірді алатын болсақ, 1370 жылдан бастап 1405 жылға дейінгі аралықта билік еткен әлемдегі мықты қолбасшылардың бірі. Сіздер білесіздер, 1405 жылы Қытайға жорығында, яғни отырар жерінде қайтыс болады. Енді осы екі даңқты билеушінің бір-бірінен ерекшеленетін қандай тұстары болды деген сұрақ туындайды. Егер біз Ақсақ Темір туралы айта бастасақ, біз мынадай бір тұстарын ескеруіміз керек. Яғни Ақсақ Темір, мен студент кезімде Ақсақ Темір туралы айтқан кезде, қазір есіме түсіп отыр, мұғалімдер айтатын, университетте жүрген кезде, Ақсақ Темірдің кезіндегі империялар Шыңғыс хан кезіндегі империялардан қарағанда мықтырақ болды деп. Енді бұлай логикалық түрде алып қарайтын болсақ, расымен де жалғыз бұл логикалық түрде алып қарайтын нәрсе емес, оны басқа да көп деген тарихшылар айтады негізі осы нәрсені. Ақсақ Темірдің кезіндегі империялар мықты болды расымен де. Егер де айтатын болсақ, Дели сұлтандығы, батыс күресшілері, Египет мәмлүктері, сол кезеңдегі мысалға Европаның жарты бөлігін басып алған Осман империясы, сіздер білесіздер, Алтын Орда мемлекеті, қандай мықты мемлекет болды өз заманындағы. Осындай алып мемлекеттердің барлығын басып алған ол бізде Ақсақ Темір болатын. Және де Ақсақ Темір әскерді біреуге тапсырып қойып, өзі сарайында отыратын ондай билеуші болмады. Ол әскерді өзі жеке бастап шықты. Және де бірде-бір рет ол жеңіліс тауып көрмеді. Ал Шыңғыс ханның Ақсақ Темірден қандай бір ерекшеленетін тұстары болды? Шыңғыс хан өзінің қолбасшыларына арқа сүйеді. Өздеріңіз білетін Сүбедей Баһадүр мысалы қандай мықты қолбасшы болды. Шыңғыс хан мен Ақсақ Темірдің ерекшеленетін тұстары осы жерде болды. Шыңғыс хан тек қана өзі ғана емес, сонымен қатар жанында қолбасшыларына да көбірек арқа сүйеді. Ал Ақсақ Темірде ол өзі жеке бастап жүрді әскерді. Осындай бір тұстары бар. Және де қатыгездігі жағынан да Ақсақ Темір Шыңғыс ханмен екеуі шамалас деуге де болады. Ал өте қызық сұрақ, екеуі майдан даласында кездесетін болса, екі жақтың әскері кім жеңеді деген сұрақ. Бұл сұраққа жауап беру өте қиын негізі. Бірақ енді мәдениет саласына екеуін салыстырмалы түрде айтатын болсақ, әрине Ақсақ Темір бұл жерден оқ бойы оза шығады ғой енді, себебі өздеріңіз білесіздер, Ақсақ Темірдің әртүрлі қалаларды салып кетті, тіпті құрылыс жүйелері қаншама әдемі құрылыс жүйелері. Біздің мысалы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін алып қарасаңыздар да өте әдемі құрылыстарды салып кетті. Және де тіпті айтады, моңғолдардың ішіндегі жалпы урбандалу жүйесінің ең алғашқы билеушісі ретінде біз Ақсақ Темірді айтамыз. Және де бағанағы сұрағымызға оралайық, әрине екеуі майдан даласында кездесетін болса, екі әскер, Ақсақ Темір мен Шыңғыс хан жалпы әскер бастап бір аймақта кездесетін болса, қайсысы басым түседі, қайсысы жеңеді, қайсысы жеңіліс табады деген сұраққа жауап беру өте қиын негізі. Себебі екеуі де әлемдегі даңқты қолбасшылардың. Ал сіз қалай ойлайсыз? Майдан даласында екі жақ әскер кездесетін болса, Шыңғыс хан жеңе ме, әлде Ақсақ Темір жеңе ме? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.